Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің Қазақстан тарихы пәнінен болатын онлайн сабаққа қош келіпсіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы экономикалық реформаларға талпыныс, әлеуметтік даму. Бүгінгі сабақтың мақсаты 1940 жылдардағы және соғыстан кейінгі кезеңдегі халықтың тұрмыс жағдайы, экономикалық реформалар туралы түсінік беру. Оқулықпен жұмыс жасай отырып, сіздерге қоғамдағы өзгерістер туралы түсінік беріп, танымдық қабілеттеріңізді арттыру және де отанға деген сүйіспеншілікке баулу. Бүгінгі сабақтың жоспары 3 бөлімнен тұрады. Біріншісі – экономикалық реформалардың сәтсіздікке ұшырауы. Екіншісі – еңбек ресурстарының өсуі. Үшінші – халық тұрмысы. Соғыстан кейінгі кезеңде Кеңес одағында экономикалық өзгерістер жүре бастады. Шаруашылықты басқару реформаларын жүргізуге Қазақстанда да қолға алынды. Орталыққа негізделген салалық министрліктер орнына аумақтық басқармалар, халық шаруашылығы кеңестері құрылды. Бірақ Қазақстанда отандық министрліктерге бағынатын және әскери өнім өндіретін кәсіпорындар аумақтық партия ұйымының нұсқауларын тыңдағысы келмеді. Өйткені республика өнеркәсібінің басқару тұтқалары шеттен келгендер болатын. Олар одақ билеушілерінің нұсқауларын ұранға айландырды. Ал енді балалар, сөздікпен жұмыс жасаймыз. Дәптерімізді ашып, мына екі терминге сипаттама береміз. Партия деген сөз латын тілінен шыққан бөлу, бөлшек деген мағынаны білдіреді. Тұңғыш алғашқы саяси партиялар ежелгі Грекияда пайда болған. Реформа латынша реформате, қайта құру, жаңғыру деген мағынаны береді. Өмір сүріп отырған әлеуметтік құрылымды сақтап, кейбір институттарды қайта құру, өзгерту деген мағынаны білдіреді. Еңбек ресурстарының өсуі. Соғыстан кейінгі жылдарда республикада жұмыс күші жетіспеді. Зауыттар мен фабрика жұмыс істеп жүрген адамдардың кәсіби даярлығы төмен болды. Осыған байланысты республикада еңбек резервтері, мектептері және маман жұмысшылар дайындайтын училищелер ашыла бастады. Ресми мәліметтер бойынша Қазақстанда 1940 жылы 634 мың жұмысшы, 912 мың шаруа болған, ал 1945 жылы халық шаруашылығында істеп жүрген жұмысшылар мен қызметшілер саны 1044 мың адам болса, 1960 жылы жұмысшылардың саны 2,2 миллионнан асты. Шаруалардың саны 611 мыңнан асты. 1950 жылдардың екінші жартысында өндіріс техникасы мен технологиясын дамытуға көңіл бөлінді. Соғыстан кейінгі жылдарда халық тұрмысын жақсартуға бағытталған шаралар жүзеге асырылды. 1947 жылы карточкалық жүйе жойылды. 1947 жылы ақша реформасы жүргізілді. Жұмысшылардың айлық табысы 1940 жылғы 29,8 сомнан 1950 жылы 62 сомға, 1965 жылы 97,4 сомға дейін жетті. 1958 жылдан бастап қаладағы пәтерлерге газ беріле бастады. 1950-60 жылдар ішінде аурухана саны 2,4 есе, олардағы төсек саны 3,5 есеге, ал дәрігерлер саны 3,5 есе артты. 1965 жылы республикада 79 санаторий, 23 демалыс үйі жұмыс істеп тұрды. Ал енді балалар, дәптерімізге мына сұрақтарға жауап жазамыз. 1940 жылдардың екінші жартысында халықтың тұрмыс жағдайын көтеруде қандай өзгерістер болды? Мамандардың жетіспеу себептері неде деп ойлайсыздар? Карточка жүйесін қалай түсінесіз?
үй тапсырмасына осы тақырыпты оқып, қосымша ізденіп, тестке дайындаламыз. Қош, сау, сәлеметте болыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет.